Құрметті көрермен, дәл қазір 6-шы бағытымыз бойынша да жарысымыз басталғалы тұр. Яғни біздің 5 бірдей қатысушымыз өзара электрик бағыты бойынша бақ сынасатын болады. Толығырақ әріптесім Қасиет толықтырып өтсең. Құрметті көрермен, дәл қазір біз сайысымызды бастамас бұрын қатысушыларымызға бағыт-бағдар беретін тәлімгер мырзамен таныс болайық. Түркістан индустриалдық колледжінің арнайы пән оқытушысы Абибулаев Бахадыр мырза. Негізгі бағытым электромонтер мамандығы. Яғни студенттерімізге электр жүйелерін монтаждау, пайдалану және жөндеу жолдарын үйретемін. Бүгінгі өтіп жатқан тәлімгерлік жоба байқауымызға көпсалалы индустриал техникалық колледжіне тәлімгер ретінде келіп тұрмын. Және де бүгін өзара бақ сынасатын 5 қатысушымызбен де толығырақ танысайық. Мен аты-жөнім Серікбай Дінмұхамед, көпсалалы индустриал техникалық колледжінде оқимын. 2-ші курс студентімін, жасым 17-те. Мен есімім Есқалып Досжан, қазіргі таңда көпсалалы индустриалды техникалық колледжінің 2-ші курс студентімін. Жасым 15-те. Менің атым Абдурахман Шерзод. Мен 2-ші курс студентімін. Менің жасым 16-да. Менің есімім Абла Шержігіт. Мен осы 2-ші курста оқимын. Жасым 16-да. Менің атым Татанцев Валерий. Мен көпсалалы индустриалды техникалық колледж 2-ші курс студентімін. Менің жасымда 16-да. Бахадыр мырза, ең әуелі сайысымызды бастамас бұрын қатысушыларымызға бүгінгі кезеңдер туралы қысқаша, бүгінгі қауіпсіздік ережелерін қалай сақтау керек, алда қандай кезеңдер күтіп тұр, сол туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар, құрметті қонақтар. Менің есімім Абибулаев Бахадыр Фархадұлы. Мен Түркістан индустриялық құрылыс колледжінде арнайы пән электромонтер мамандығынан боламын. Біздің мамандықта бастысы қауіпсіздік болғандықтан мен студенттерге, жаңағы оқушыларымызға қауіпсіздік ережелерін, осы электромонтер мамандығы бойынша қалай жұмыс істеу керек, қалай әрекет ету керек, қалай жинау керек заттарды, схемаларды сол жөнінде көрсететін боламын. Ал бүгінгі бірінші кезең туралы? Бірінші кезең бізде мына темір қорапты щитімізді орналастырып, соның ішіне АВР водной автоматын, счетчигін және де одан кейінгі автоматтарын қойып жинайды. Бір сағат уақыт беріледі. Бірінші кезеңге сол уақыт біткеннен кейін уже қалған кезеңдерге өтетін боламыз. Ендеше құрметті көрермен, біз тәлімгерімізбен таныс болдық. Қатысушыларға да жарыстың шарттары түсінікті деген ойдамыз. Біз бастаймыз. Электрик жай ғана сым жалғаушы адам емес, ол бүкіл ғимараттың жүрегін жарықпен тірілтетін маман. Электрик дұрыс есептемесе, бір розеткада бүкіл жүйені өшіре алады. Сондықтан олар әр вольт пен әр амперді нақты біледі. Электрик қауіппен жұмыс істейді, бірақ қауіпсіздікті адамға жеткізеді. Ал біздің қатысушылар неліктен бұл саланы таңдады екен? Қызық, үйдесіздер құрап, сөйтіп жүріп, қызық осы сала түстім. Отбасымда айналыспайды, бұл сала өзім қызығып түстім. Қазір қозғалысқа ие. Басқа колледждер осы мамандық жоқ. Осы колледжде болғандықтан осы мамандық. Бұл салаға қызығушылығым, әкем өз электрик саласында жұмыс істейді. Және соның қасында үйге яғни щиттерді, счетчиктерді алып келеді. Мен оларға көріп қызығып жүрдім. Сосын 9-шы сынып бітіріп, осы колледжді таңдап, келіп электромонтер мамандығына келіп түстім. Өмірдегі хоббиім спорт, яғни айтқанда еркін күреспен айналысам. Еркін күрес қазіргі таңда сәл ғана аптасына 2 рет, 3 рет айналысып жүрмін. Қазіргі таңда тек осы бақытта электромонтер жағына дейін қойып жүрмін. Бұл салаға менің қызығушылығым, әкеммен бірге жүріп, осындай жұмыстарды істеп жүріп ашылды. Өмірдегі хоббиім осы электрика саласына байланысты заттарды қарап шығып, үй тұрмысына керек заттарды жөндеу, сол сияқты заттарды сондай заттармен айналысамын. Отбасымда электрик жағынан ешкім жоқ. Туысқан ағамнан көріп қызығып түстім. Естіген жақсы сезімде болдым, өзім бағым сынап көріп, тексеріп көрейін дедім өзімді. Бұл сала бойынша әкем үйімде жұмыс істейді. Сонымен бірге жүріп жұмыс істедім, көрдім. Қашан 9-шы сыныпта болдым, сол YouTube көрдім, часто шорса. Сол жақта мен электро туралы көрдім. Sonra қызып, сол үшін сол
колледжге келдім, электромонтёрға түстім. Иә, қызық. Қатысушыларымыздың электрика саласына келуі ұқсас екен. Ал олар өздері жинап жатқан құрамдас бөлшектерді қалай қолдануын біле ме екен? Құрметті көрермен, дәл қазір біз қатысушылардың жұмыс процесіндеміз. Менің қасымда бірінші қатысушымыз Досшы. Досшы, жалпы қазір бірінші кезеңнің қай жеріне келіп қалдыңдар? Монтаж жұмыстарын, яғни сол щиттерді, автоматтарды орналастырып, қатырып бітіп қалдым. Жалпы бұл жұмыс саған бұрыннан таныс па? Бұлай әкем электрик, соның қасына кеп көргем, яғни бірақ іс жүзінде істеп көрмегем, осы енді үйреніп көрмедім. Ержігіт, жалпы саған бұл салаға қызығушылығың қалай ашылды? Өзіңнен болды ма, әлде отбасында біреу баулыды ма осы? Өзім қызығып, өзім түстім ғой. Қызығушылығым сол мектептен кеткенде ашылды, түскелі. Ол жаққа түскелі қызығушылығым ашылып, үйреніп алып, жай. Ал жалпы қазіргі саған берілген тапсырма қалай, қиын ба әлде оңай ма сен үшін? Қиын, бірақ қолдан келеді, істейміз ғой. Ал жалпы өмірдегі хоббиің қандай негізі? Мен жалпы электрик оқып жатқанмен, өмірдегі хоббиім спорт жағынан ғой. Қандай спортқа қатысасың? Бокс. Әлі де қазір қатысасың ба сол спортқа? Жоқ, қазір тастадым ғой. Осы салаға кетіп жатырсың ба? Қазір осы салаға келдім, электрик жағынан. Бірінші кезеңге берілген уақыт саған жеткілікті ма? 1 сағат уақыт? Иә, жеткілікті. Бірінші кезең тапсырмалар саған толығымен түсінікті ма? Иә, өте түсінікті. Оны ағай түсіндірді. Өзім үй жанында бір-екі заттарды құрап білемін. Ал жалпы алдымызда тұрған құрылымды сен жасап көргенсің ба үй жағдайында дәл осы құрылымды? Толығымен жасап көрмесем, кейбір бөліктерін жасап көргенмін. Мысалы, дәл мынау мен ұстап тұрған зат, бұл қандай зат? Оның қызметі қандай? Соны түсіндіріп берші. Осы тоқтың жүрегі десе болады. Ол тоқтар бүкіл жерді қабылдап, жан-жаққа таратады ол тоқтар. Шерзод, жалпы саған бүгінгі бірінші кезеңнің тапсырмасы толығымен түсінікті ме? Иә, бұл маған түсінікті болды. Ағайлардың түсіндірді, және де мен әкем электрик болғаннан себепті мен бұл заттарды мен үшін күнде көріп жүрген заттар сияқты болып көрінеді. Яғни сен тұрмыс тіршілікте кәдімгі қолданып жүрген заттарың бұл. Яғни әкенің қасына еріп жүріп. Ал енді саған осы салада хабарың бар екен, бұл саланы істегенде қандай ережелерді сақтау керек, бір айтарлықтай ережелерді айтып кетші. Бұл жұмысты істегенде бірінші осы қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Егер де бір сымды қате жалғап немесе орын дұрыс неғылмай қойған кезде бұл жерден өрт шығып адамға зиян келтіруі мүмкін. Адамға зиян келтіруі мүмкін. Валерий, жалпы бұл сайыс туралы сен қайдан естідің? Маған апай мен ағай айтты. Сол үшін мен қызығым деп ойлап келдім. Өзің қызығушылығың бар ғой жалпы? Иә. Ал жалпы қазір жұмыстың процесі қалай жүріп жатыр? Кішкентай волнение бар, бірақ қалай реттеліп істеймін білемін ғой. Сен үшін бұл жерде таныс емес бір дүние бар ма, бұйым? Бар бір-екі бар. Сен мысалы қайсысын білмейсің бұл жерде? Жоқ, бәрі білемін, қалай қосатын, өшіретін, қалай істейтін, қайсынан келеді. Сол бәрі, қалай қосылу керек, сол бәрі білемін. Сайыс көркі бәсеке демекші, қарсыластар бір-бірін қалай бағалайды екен? 0-ден оңай бағатын болса, бүкіліне 9 балдан қоямын. Өте жақсы жұмыс істеді, жылдам. Қасымдағы қатысушылар менде өзім жақыннан да алыстан араласатын достарым болғандықтан, өзімнің бір колледжде оқитын достарыммен бәсекелестік болды. Қарсыластарым туралы, олар мені сәл тезірек күтіп қалды. Бірақ біз бәріміз бір деңгейде деп ойлаймын, өйткені біз бәріміз екінші курс студентіміз. Бәріміз біз бір колледжге келдік, достарымыз сол көмектесіп жатыр ғой. Оларды мен бір байқағаным, бәріміз бірге оқып жүріп, олар да енді үйреніп жатыр. Оларды жамандай алмаймын. Олар да білмеген сұрайды, мен де білмеген сұрайды.
достар бір-бірін жоғары бағалады. Ал тәлімгеріміз не дейді екен? Берілген тапсырмамыз осы электр мамандығына байланысты көп қолданысқа ие, көп жерде үй жағдайында болсын, басқа жерлерде болсын көп қолданатын болғандықтан осы тапсырманы бердік. Балаларға берілген 1 сағат уақытымыз, ол аса қиын емес, негізінде аса қиын емес. Балалары жақсы атқарып шықты. Көрініп тұр, жасап жүрген заттары екен, істеп жүрген, қолданып жүрген. Балалардың аяқ алысы жақсы, ұқыпты. Берілген тапсырмамызды жақсы орындап шықты. Біздің қатысушыларымызды бірінші кезең біраз әбігерге салған сияқты. Өздерінен сұрайық. Бірінші кезең маған сәл қиындау болды. Жыламды, кейбір заттар қазір көрмегім, сол қиындырақ болды. Әлі көп жесем деп ойлаймын. Алдың уақытта дайындалатын болдым келесі деңгейге. Бірінші кезең туралы, бірінші кезең маған айтарлықтай қиын болған жоқ, сәл ғана қиын болды. Өйткені біз бірінші курста тек 10 мен 11-дің программасын өттік, және екінші курс болғандықтан, бұл әсіресе жылдың басы болғандықтан, біз бұндай бағытта әлі жұмыс істеп көрмедік, тек қана теориялық бағытта ғана жұмыс істедік. Бұл сәл ғана қиын болды. Бірінші кезең маған сәл қиын болды. Түсінбеген жерлерім болмады. Бұрындары бұл салада жарысқа қатысып көрмеген. Үй жағдайында көбінесе пылесос сияқты, шайнек сияқты заттарды жөндеймін. Бірінші кезең қиын енді, бірақ адамның істеген адам істейді, қолдан келеді. Бірінші кезеңде таңыз емес автоматтар болды. Бұрынғы таңда олармен жұмыс істеп көрмедім, алғашқысы осы. Бірінші кезі бастап отырып, кішкентай қорқыныш болған, түсінбейтін заттар маған болған, бірақ қазір потихоньку үйрендім, түсіндім. Құрметті көрермен, сонымен электрик бағыты бойынша бірінші кезеңде өз мәресіне келіп жетті. Жалпы қатысушыларымызға бұл кезең аса қатты қиын деп те, жеңіл деп те айта алмаймыз. Себебі барлығы бұл салада енді ғана білім алып келе жатқан жастар екені ақиқат. Десе де жарыстың аты жарыс. Енді мұнда көбі жеңімпаз болу үшін емес, енді тәжірибе жинау үшін келгені де рас. Дұрыс айтасыз, жалпы қатысушыларымыздың білетін де білмейтін тұстары да баршылық екен. Бірақ тәлімгер мырзаларымыз оларға жақсы бағыт-бағдар беріп жатыр. Алайда бірақ қатысушылардан қарағанда бұнда мен қаттырақ қобалжып қорқып жүрген сияқтымын. Қасиет, сен бұл уақытқа дейін жалпы қорықпай әрдеңені бір шұқылап жүрген адаммен ғой. Дәл қазір не болды саған? Енді тоқпен жұмыс істеу оңай деп ойлайсыз ба? Мен бұрын тоқпен мүлде жұмыс істеп көрмегенмін. Ал мүмкін мен мұндағы бір нәрсені абайсызда ұстап, тоққа түсіп қалсам не болады? Ай Қасиет, жаның тәтті екен. Бір артық дыбыс шықса қашып кетейін деп тұрсың ғой. Ендеше Қасиет, біз бұлай тұра бермейік, себебі бірінші кезеңді аяқтауымыз керек. Әлі алда біздің қатысушыларымыз өзара бақ сынасатын болады. Менде бойымдағы қорқынышты жеңбесем, алдағы 3 кезеңге мен шынымен шыдамайтын сияқтымын. Ендеше қатысушыларымызға сәттілік тілейік, бірінші кезең аяқталды.